Бұл суретші Вагиф Рахманов пен Наргиз Рахманова Дреслердің «Мен көшпендімін» көрмесіне қойған еңбектері. Қазақстан мен Германия суретшілерінің ұсынып отырған туындылары өздеріңіз байқағандай өзгелерге ұқсамайды. Олар бейнелеу өнеріне жаңа серпін әкелу үшін ұзақ уақыт дайындалыпты. Біз Наргиз екеуміз бұрыннан бері араласамыз. 1999 жылы Наргизбен бірлесіп Нью-Йоркте алғашқы көрмемізді ұйымдастырдық. Ал бүгінгі көрмені өнеріміздің жалғасы деп білерсіз. Еңбегіміздің өзгелерден ерекшелігі біз өнерімізді әуенмен, дыбыспен байланыстырып, электрондық нұсқада ұсынып отырмыз. Бейнелеу өнерінің иелері өз еңбектерінде қазақтың ұлттық ою-өрнегін басты тақырыпқа айналдырған. Тағы бір айта кететін жайт, туындыны музыкамен тамашалаудың өзі адам бойына ерекше әсер қалдырады екен. Суретшілер қоршаған әлемге өзге көзқараспен қарау керектігін айтады. Әдеттегідей бұл жолы да Вагиф пен Наргиз көрермендерге өзге қырынан танылып, таң қалдырды. Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайындағы «Мен көшпендімін» көрмесін тамашалаймын десеңіз, уақыт жоғалтпаңыз. Көрме мамырдың 29-на дейін жалғасын табады.